Бүгінгі кейіпкеріміздің есімі Сейітқали Жәкенов. Ол 17 жылдық тәжірибесі бар өрт сөндіруші. Үйде ол отағасы, аяулы жар, сүйікті әке, ақылшы ата. Жұмыста өзгенің амандығы жолында өмірін құрбан етуге дайын өз ісінің маманы. Сейітқали әуежайдың өрт сөндіру қызметінде жұмыс істейді. Былайша айтқанда, ұшу кезіндегі өртке қарсы авариялық құтқару қызметінде. Жұмыс орнында жалпы саны 72 қызметкер, 2 авариялық құтқару стансасы, 5 әуе айлақтық өрт сөндіру машинасы бар. Басты кейіпкеріміз Сейітқали кезекші ауысым бастығы қызметін атқарады. 4 ауысым бар. Соның 4-еуінде істеп шықтым мен. Бәрі де бірдей, бәрі де түсінеді, бір-бірін сыйлаймыз әлгі. Біреуміздің кеміс әлгі болады ғой әлгі. Жақсын асырып, жаман жасыратын сондай бір әлгі туғандай болып қалдық та. Ол аздай біз әлгі бүкіл отбасымызбен араласамыз. Бізде құрал бар, техника бар. Сондай солардың бәрін қабылдауымыз керек. Қолымызбен тексеріп, кодтап, завайт етіп бәрін көруіміз керек. Сонан кейін мынау не бол тәртен стажировка, инструктаж. Мысалы, біреуміз кезекшілік кезінде ауырып қалсақ, не етіп қалсақ, ауысып, бір-бірімізді ауыстырып, бір-бірімізді орнымызды дейік. Әріптестер үшін Сейітқали жай ғана басшы емес, сонымен қатар алдыңғы толқын аға іспеттес. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші. Бұл жердегі өрт сөндірушілердің бірлігі бекем. Бұл ретте оқыс оқиға орын алған кезде адамдардың мүлкі ғана емес, сондай-ақ өмірлері дәл осы кейіпкерлеріміздің бірлесе атқарған іс-әрекеттеріне тікелей байланысты. Әріптестерінің пайымдауынша, Сейітқали осы жұмдағы бірліктің одан әрі нығая түсуіне үлесін қосып келе жатқан жандардың бірі. Жұмыста бізде қауіпсіздік ережесі болғасын, ол кісі өзінің қауіпсіздігі әр жұмыспен байланысты өз сөзінде тұрады, айтқан сөзінде. Өзінің әрі өз жұмысының қағидасы болады ғой. Соның өзінің білетінін, бұл кісіден сұрағанда ешқашан не бермейді, жоқ деп айтпайды. Өзінің білген несін бәрін үйретеді. Шу кезіндегі өртке қарсы авариялық құтқару қызметінің басшысы жұмыс барысында Сейітқалидің өзіндік бір әдісі бар екеніне баса назар аударады. Занимается не только тушением пожаров, аварийных спасателей. Тиісті міндеттемелерін жүзеге асыру кезінде өз бағыныштыларына қойылатын барлық міндеттерін орындауын талап етеді. Өртті сөндірумен ғана шектелмей, сонымен бірге жеке құрамды оқытумен де айналысады. Қызмет барысында барлық құжат, нұсқаулықтарды басшылыққа алады. Бәрін жетік танып, жеке құрамды оқытады. Инструкциями. Айта кетерлігі, Сейітқали бастаған топ күн сайын таңнан түске дейін оқу жаттығуларын жасайды. Олар әдетте өрт болған жерге 3 минуттың ішінде жетеді екен. Осы ретте Астана әуежайында өртке қарсы жаттығулар өтіп жатқан кадрларды назарларыңызға ұсынамыз. Дос жаранның айтуынша Сейітқали қарапайым әрі жауапкершілігі мол адам. Ол өз жұмысына қатысты асқан қырағылық танытып, қызметін барынша адал атқарады. При проведении хозяйственных работ. Сондай-ақ әуежайдағы шаруашылық жұмыстарын жүргізу кезінде бәрін өз қолмен жасауға тырысады. Сөрелерді де өз қолмен жасап старается делать. Отбасында Сейітқали асқартау ақылшы ата. Немерелерінің тәлім тәрбие беру ісіне де етене араласады. Соңынан ерген ұрпағы да аталарын мақтан тұтады. 2 ұлым бар, 2 ұлымнан қазіргі күнде 4 немере сүйіп отырмын. Үйде жеңгелеріміз бар. Бұл көпшілікпен істейтін адам бір. Сосын анау жауапкершілік мойнына өзіне алатын, керек уақытында жаңда дұрыс шешім, алғыр, еңбекқор. Сосын әлгі ұжымның талабын алдына қою. Әуежайда өрт сөндіруші болу өте жауапты іс дейді кейіпкеріміз Сейітқали. Өрт сөндірушілер дағдарыс менеджері десек артық айтқандық емес. Өйткені бейбіт күннің батырларының көмегі ойламаған жерде кез келген минутта қажет болуы мүмкін.